Біз негізі отбасында 5 бала, 5 қызбыз. Мен өзім 7-шісімін. Сол 5 бала, 5 қыздың ішінде өзімнен үлкен әпкем осы Гүлсімнің ауылына келін болып түскен. Бұрында құда болған, енді былайша айтқанда. Ағайындары болған екен. Құдалар ары қарай құда болайық деп, осы Гүлсіммен таныстырып, өзімнің апамның айтуымен таныстым, сөйтіп үйлендім. Иә, негізі біздің таныстығымыз бұрыннан болатын, екі жақ бұрыннан құда болатын. Қазіргі менің өзімнің қайынбикем, жеңгем болып келетін. Сол жеңгем келін болып түскен кезде менің әкем хабаршы болып барған ғой. Ол кезде қазіргідей құда түсіп барып сырға салып деген алу жоқ еді ғой. Ол кезде алып қашу, хабаршы бару, қуғыншы келу деген сияқты. Сол кезде мен өзім әкем хабаршы болып барып үйіне көріп келген ғой, кішкентай қыз, кішкентай болып бізді жаңа қонақтарды 2 адам болып барған. 2 адам бізді күтіп, қонақ қылып жүгіріп жүргеніне қызығып, сол жерде кейін жаңағы араласып, екі жақ бір-бірімен тіл табысып, сөзге келіп, жаңа дастархан басында отырған кезде айтқан ғой, енді мен сіздермен құда болсам деп отырмын, осы қыздарыңызды келін қылам дегендей әңгімесін айтып, сол кезде әзіл шыны аралас сол кезде айтып кеткен екен. Бірақ содан айтып қойып қана қойған жоқ, үнемі үйде айтып отыратын, үнемі үлкен баласына, өзінің үлкен ұлына сол құдашаны келін қылам, жақсы жер, енелесі жаңа құдағиымыз өзімнің әпкем болып келеді, бөтен емес, текті жермен құда болсақ, сендер де жаман болмайсыңдар деген сияқты ініме үнемі айтып отыратын. Інім соған әбден қалыптасқан, уже құлағы сіңіп қалған, үйленіп қалған, келін қылам деп уже дайындық жасап жүретін бұл құдаша, ол кезде құдаша ғой, енді қазіргі қайын сіңілім. Жеңгеміздің үйіне келді, құдаша болып кішкентай бөпесін қарап кетті. Арада бір апта ма, көп уақыт өткен жоқ. Сол уақыттың арасында інім туған күніне шақырған ғой, сол кезде қайтып келген екен інім туған күніне. Енді ол кезде дұрыс қой, нағыз араласып жүретін кез, бірақ мен өзім әкемнің қасында көбірек жүргендіктен ба, мен ойымда, ісімде, сөзімде үлкен адамдардың сөздері сияқты болатын да, ойлағанда да бір үлкен адамдар сияқты ойлап, сол қайын сіңлімнің келгенін өзімше жақтырмай, қыз болып, жаңа жігіттің шақырғанына келді деген сияқты мен ініме айтатынмын. Алмайсың оны, әлі кішкентайсың, оғыз алмайсың деген сияқты өзімше жаңағы жетісіп қалғандағы түрім ғой енді. Сөйтіп жүріп, бір күні көп ұзамай, осы енді әкем дүниеден озды. Әкемнің жылын өткізгеннен кейін, көп ұзамай осы кісі ұрлап кетті. Үйге бір қыдырып келген кезінде жаңа інім айтады ғой, маған өзіңше алмайсың деп жүріп, өзің тиіп алдың ғой, өзің біледі екенсің ғой, өзің бірдеңең бар екен ғой деген сияқты бір әзілдеп күлгені бар. Сол Алланың бұйыртқанымен келін болып қалдық. Мен енді үйленбей тұрып естігем, ақын қыз деп осындай кітабының тұсауы кесер болды деп. Бірақ оншалықты мән берген жоқпын. Маған ондай ақындығы жағына оншалықты неға мән беріп қызыққан жоқпын. Маған тек үйге жаңағы келін болатын, балдарым болса, Құдай қаласа, ана болатын, жар болатын болса болды деп, сондай ниетте үйлендім негізі. Қазіргі енді көзқарас дегенмен өзгерді. Бұрын оншалықты мән беріп, оны оншалықты қызықпайтын едім. Қазір енді өзгеріп, кітаптарын шығаруға да өзім қолғабыс еттім. Осы соңғы өмір ерімі кітабын шығарғанда өзім шығаруға көмектескен. Жалпы негізі өзім әдебиетті, қазақ тілі әдебиетті жақсы көремін. Кітаптарды көп оқығам, жас кезімде де. Қазір енді телефон, интернеттің заманы болды, телефонға ауыстық қой. Телефон шықпай тұрғанда кітап оқитынмын өзім көп. Осындай бастаманы да негізі кітапты сатып
таралымы көбейсе деген ниетпен осы бастаманы да өзім қолдап отырмын. Құдай қаласа сәттілік тілейміз енді. Барлық алға қойған мақсаттарына жетуге тілектеспін өзім. Негізінде мен бұрыннан өзі шығарма жазған кезде жария қылып ешкімге айта бермеймін. Жасырып өзім еркін отырып, бір тыныштықта жазғанды, ешкім жоқ жерде жазғанды, ойымды жинақтап жазғанды жақсы көремін. Сол үрдіспен мен келін болып түскен кезімде де түнгі уақытта, тыныштық уақытта, үйде ешкім жоқ кезде сондай оңашаны пайдаланып жазып жүретін жолдасыма да білдіртпейтінмін. Өзім қай уақытта жазып, қай уақытта жинақтап жүргенімді. Келін болып түскеннен кейін, бір жылдан кейін бізді осы жұмыс бабымен еншімізді берді. Бір жылдан кейін, бөлек шыққаннан кейін екеуміз жолдасым қолға алып, екінші кітабымды шығаруға әрекет жасады. Бірақ енді шығару керек па, шығару керек деген сияқты шығардық. Үшінші кітап Алматыға келгеннен кейін шықты. Ол да сондай бір қатты қызығушылықпен емес, енді шығару керек деген мақсат, шығару керек мақсат болғаннан кейін шығарғандай болдық та. Арада біраз үзіліс болды, шығармаларым мәнде берген жоқпын, біраз енді жағдайлар болды дегендей. Осы 4-ші кітабын шығаратын кезде мен өзім ойда жүргенмен, бірақ нақты бір шешім болмайтын. Бір күні жолдасым өзі сенің кітаптарыңды шығарсақ қалай болады, шығармаларыңды жинақтап деген сияқты ұсыныс айтып, сол мақсатпен, сол ниетпен қазір кітапты 4-ші кітабымызды шығарып, бір жақсы игі бастаманы бастап жатқан жайымыз бар. Мен өзім жолдасымның адамгершілік қасиеттерін жоғары бағалаймын. Әрине ақындық өнерінде бағалаймын. Бірақ әрбір адамға негізі адамгершілік қасиет бірінші кезекте, бірінші орында тұру керек. Адамгершілігі мол, түсінігі мол, сол жағын бағалаймын жоғары. Әрдайым қиыншылық кезде де, қуаныш кезде де әрдайым қасымда жолдасым. Солысына ырзамын. Мен өзім енді жастардың мынау махаббат сезімдеріне негізі көзқарасым жаман емес. Бірақ дегенмен мына отбасылық құрғанда таныс біліс жерден, жақсы жерден қыз алғандары дұрыс қыздарда. Әке-шешесі таныс болса жақсы болады. Ал енді анау махаббат деген отбасылық мәмілелер, проблемалар туындағанда махаббат ұшып кетеді. Содан кейін ажырасу жастардың арасында көп. Қазіргі қоғамда, біздің қазақтың қоғамында үш үйленген, бір жылда үшеуі үйленсе, соның екеуі ажырасып кетеді деп жатыр ғой. Соның бәріне осы терең ойланып, дұрыс шешім қабылдамағанның себебі бірінші кезекте ол махаббат, қыз бен жігіт болып жүргендегі жүгіріп барып бір сағат кездесіп гүл бергендегі басқа әңгіме ол. Мына отбасылы болып, отбасында неше түрлі қиыншылықтар кездеседі. Осы қиыншылықтарды мен күресуге келгенде ол махаббат негізі рөл ойнамай қалады. Содан жастар түсінбеушілік жастардың арасында пайда болады. Енді оларды қайтып қосуға мына әке-шешелерінің шамасы келмейді. Өйткені олар араласқан жоқ басында. Содан кейін өзің білесің дейді, өздеріне ерік бергеннен кейін олар әрине проблемадан қашып құтылудың жолын іздейді, былайша айтқанда. Оны шешудің емес, тастап қашып құтылып кеткен жақсы деп өздері ойлап тұрады. Ал енді әке-шешелер таныстырып, таныс біліс жерден алса, жайдары жақсы араласып жүрген елден алса, жаңағы жалғыз ол жастардың қолында болмайды да тағдыры. Әкесі айтады, шешесі айтады, ағасы айтады, туысқандар айтады, ағайындар айтады. Сонымен қайтып ажырасуға негізі ажырасуға жол бермейді да. Үлкендер араласып, ақыл тоқтатқан үлкен кісілер араласқаннан кейін ажырасу болмайды негізі. Сол енді жастар ойлану керек, үйленетін кезде, мынау әсіресе ер жігіттер ойлану керек.
Бұл үйлену деген үйленіп алып біреудің қызын пайдаланып, бір-екі бала тудырып жіберіп жүру емес. Сен некеге тұрған кезінде Алланың алдында уәдең болады, сол уәде болады. Неке деген сен оны жаңағы өлгенше бағып қағып асырауың керек, дұшпан жаудан қорғауың керек, бала шағасына әке болуың керек. Осындай ауыртпашылықтардан қашады ғой жастар көбісі. Мен де жолдасымның айтқанын толықтырып кете салайын, мен де қарсымын. Күйіп қалдым, сүйіп қалдым, осыны алмасам өлем деген қазір жастарымыз өте көп. Біздің өзімізде ата-анамыздың рұқсатымен, ризашылығымен үйленгенбіз ғой. Біздің заманымызда сондай еді. Қазір қарап тұрсаңыз, ажырасу өте көп. Барлығы өздері тауып, өздері сүйіп қосылғандардың ақыры. Өйткені ата-ананың тыңдамай алған. Бұл жерде бірінші мақсат бізде, бірінші ата-ананың разылығы деген болу керек та. Ата-ананың разылығын алмай, үйленген өлмесем осыны алам, күйем, жанам деп жүргендердің барлығы өліп, бүкіл дүниесін, бүкіл туған туысын, ата-анасын ұмытып, жанын беруге дайын болып жүрген қыз үйленіп алғаннан кейін уже ананы көруге көзі болмай жек көріп тұрады да. Соның арасында соның барлығының кесірі арада ата-ананың разылығы болмағандығы деп ойлаймын. Сондықтан қандай қыз болсын, қандай жер болсын, ата-ана келісімін берсе, ата-ана рұқсатын берсе, онда екі жас бақытты болады деп ойлаймын. Жалпы негізі біздің енді қазіргі таңда мынау қазақ қоғамының ең тағы бір өзекті мәселелерінің бірі, бойдақ тұрмысқа шықпаған қыздарын үлкен қалаларға барып жұмыс істеп, ақша тауып, жұмыс істесін деп, иесіз, қараусыз жіберіп жатыр. Осы негізі дұрыс емес. Әрбір бойжеткен қыздардың әйел затының жалпы иесі болу керек. Оны олай өз бетімен жібермеу керек. Сол да кері әсерін тигізіп жатыр да. Қазір көшеден танысады, уақытша анамен жүріп, мынамен жүріп, сөйтіп жүріп, көшеде қалып кетіп жатыр қыздарымыз. Осы мәселеде үлкен қоғамымызда үлкен мәселе болып тұр осы. Негізі бойдақ тұрмысқа шықпаған қыздарды әке-шешесінің қасында ұстағандары дұрыс. Өзім солай ойлаймын. Сөйтіп үйінен үйленем десе бір ер жігітке некелеп бергендері жақсы. Осыған да көп мән беруіміз керек қазіргі қоғамда, заманда. Әрине, әрбір ата-ана өзінің ұлы болсын, қызы болсын, бақытты болғанын тілейді ғой. Сондықтан балаларына жаман жолды көрсетпейді деп ойлаймын. Кейбір ата-аналар бар, мен жақсы жолды таңдап беріп жатырмын деп ойлайды да. Немесе қазіргі 21 ғасыр балаларымыз еркін өсу керек деген сияқты ойменен балаларға жаңағыдай өзің білесің деген сияқты еркіне салып қояды. Ол өзің білесің деген екен, ол бала болсын, қыз болсын өз еркімен кетеді ғой. Қазіргі мына заманымыздағы ЛГБТ, еркек шора, қыз-теке деп жатқанның барлығы өзің білесің дегеннен шығып жатыр. Негізі өзің білесіңге салмай, ақылдарын айтып, жол көрсетіп, жөн көрсетіп отырса, біздің қазақтың ешқандай қызы да, ұлы да бақытсыз болады деп ойламаймын. Сондықтан негізі балалары жақсы жолда жүру үшін, жақсы өмір сүру үшін, бақытты болу үшін әрбір ата-ана өзінен бастап жол көрсету керек деп ойлаймын да. Өздері қазір қарап тұрсаң, балам жақсы болсын, балам бақытты болсын, бай болсын, бастық болсын дейді да, өздері бірақ жаңағыдай темекісін шегіп, арағын ішіп, кафеден кафеге қыдырып жүрген әйелдеріміз қаншама, еркектеріміз қаншама. Негізі былай айтқанда, қазіргі заманның ата-аналары дұрысталу керек сияқты, менің өзімнің ойымша. Ата-ана дұрысталса, балаға дұрыс бағыт бағдар береді. Дұрыс бағыт бағдар алған ата-ана, ұл қыз, ол міндетті түрде бақытты болады деп ойлаймын. Сондықтан қазақтың барлық ұл қызы бақытты болуға лайық, бақытты болсын.